Декреттегі аналар ақшаларын қайда құртады? Көптің таңдауы болып жүрген Кивано дүкеніне бүгін біз де келдік. Бір затты сезіп келгендей өте көптеген скидкалардың үстінен түстік. 8 наурызға арналған әдемі наборларын табуға болады және де тиімді бағада. Ішіне көзімді жүгіртіп шықсам, химия және де ойыншықтарды табуға болады екен. Декретте отырып біраз косметикадан хабарсыз болып қалғандықтан бұл жердегі қыздардың көмегімен өзіме керекті заттарды тауып алдым. Дүкенді жауып бір-ақ шықтық. Мендегі сумма 20 000 теңге болған. Бұның ішіне тіпті техника да кірді. Қандай техника екенін бірге көрейік. Unpacking check. Жинасаң кішкентай ғана болып қалатын, бірақ іші кең. Осындай косметика алдым. Заттарымның барлығы бір жерде әдемі көріну үшін органайзер алдым. 2 минуттың ішінде өзім-ақ жинап алдым. Жолдасыма арналған мультивитамин консилер алдым. Өзімнің тонымды білмегендіктен қыздардың көмегі болды. Габринидің өнімдерін қатты жақсы көремін, сондықтан да матовый пудра алдым. Қазіргі сәтте менің көз қуанышыма айналып отырған мультиблендер. Бағасы тиімді, сапасы жоғары. Мен сияқты ақыр соңында үйіне бірдеңе алатын адамдар бар ма? Менің алған заттарымды бағалап өтіңіздер. 20 000 теңгеге стоит па, әлде жоқ па?